қырмызы гүлдің мекені қырдан да кетер бір күні, қызғалтақ қызға атам қазақ қонақсың деген ерте дейді. Сонда да қыз жат жұрттық дейді. Алла тағала еркектерге айтқан екен, бақытты ғұмырың кешкін келсе, бай болғың келсе, қыз баласын құрметте деген. Өйткені бүкіл байлықты да, бақытты да, шаттықты да қыз баласына бердім. Қаншалықты соны құрметтейсің, соншалықты жетістікке жетесің дейді ағайын. Сондықтан да біз бағана мен айтқандай, жылына 2 рет емес, мына бауырымыз құсап, апта сайын гүл сыйлап отырыңыздар. Дұрыс па? Апта сайын гүл сыйлап жаман болған жоқ қой. Апта сайын гүл сыйлап. Қандай жетістікке жетті? Не жұмыс істеп жатсың қазір? Телевидение. Телевидение. Табыс нормально ғой, а? Күшті. Вот. Оның результаты любой мықты еркектің артында плотно келіншек тұрады. Значит, осы кісіге сіз гүл берген сайын, сіз өсіп атсыз. Дұрыс па? Тұрш бері кеш мінеға. Кеш бері. Сен сәл азайтпасаң, семіріп кетесің. Сәл азайып гүлді. Хотя бы айына 1 рет, мақма? Айына 1 рет беріп. Айына 1-2 рет болса андай нормадан тыс төмен түсіп кетеміз де. Молодец. Бере берші, әйде, бере берші. Семірсең де бере берші. Жараса деген. Мынандай негізі, біреулер айтады ғой, бізде қазақтар андай нәрсені жаман көреміз. Менде диета дейміз ғой, а? Не надо диета. Азып, тозып, не қыласың? Худой, злой болғаннан көрі, толстый, счастливый болып жүрген жақсы. Анан жеуге болмайды, мынан жеуге болмайды демей, алттан кейін тамақ, қазақтың тамағын бәрі алттан кейін ғой. Мына бауырым ұстап ұра бері тәңіне, не керек? Торт па, торт, манты ма, манты, 5 шырмақ па, 5 шырмақ. Алдыңа келе ма, бүйірған асты ұра беру керек. Дұрыс па? Не надо? Екеуміз уже бір дейміз бәші.